Құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар, қадірменді ата-аналар. Сіздерді шын жүректен еліміздің ата заңы Конституция күнімен және жақында қуанышты айтулы мереке білім күнімен құттықтаймын. 1 қыркүйек барша халықтың дәстүрлі мерекесі, әр адам өмірінің жеке тұлға және азамат ретінде қалыптасу кезеңі басталады. 21 ғасыр ақпараттық сандық ғасыры. Алаш ардақтысы Мағжан Жұмабаев қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы мұғалім деген. Міне қашықтан оқыту мұғалімдер үшін жол бастайтын жаңа тәжірибе, жаңа дағды әрі тың мүмкіндік. Сондай-ақ ұстаздарымыздың цифрлы технологиялар мүмкіндіктерін барынша пайдалану кезеңі. Әлемді әбігерге салған індет елімізді де шарпығаны бәрімізге мәлім. Осыған байланысты үкімет жаппай қашықтан оқытуды қолға алды. Қашықтан оқыту заман талабы. Оқытудың бұл жүйесі сын сағатта халқымыздың ертеңге сенімін арттырып, дүрбелең кезеңдегі қабылданған дұрыс шешім деп білеміз. Оқушыларымыз бен ата-аналарымызға дұрыс насихатталуына, заманауи білім алуға жауапкершілікпен басты біртұтастыққа күш салудамыз. Қашықтан білім алу жүйесі әр оқушының өзіне қажеттілігін ұғынуына, өзіне қажетті білімді іздене отырып үйренуіне мүмкіндік береді. Оқушылардың заманауи білім негізі қаланады. Олардың жан-жақты білімділігі әлемде болып жатқан өзгерістерден сырт қалмауы, ауқымды желіге қосылуы, қажетті ақпараттарды іздеп табуға дағдылануы, ақпаратты қажеттілігіне қарай қолдану алуы қалыптасады. Ұрпағымыз үшін жасалып жатқан ұлағатты жұмыс өз жұмысын береді деп ойлаймын. Сіздерге бүгінгі ерекше жайма шуақ күні жақсы көңіл-күй, жаңа жетістіктер мен ашылуларға ұдайы ізденіс, шығармашылық, мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін. Біздің басты құндылықтарымыз, тәуелсіздігіміз, келісім мен бірлігіміз нығая берсін. Әр шаңыраққа құт береке, ырыс пен ынтымақ тілеймін. Ел іргесі аман, келешегіміз кемел болсын. Біз әрқашан біргеміз. Құрметті ата-аналар мен оқушылар, сіздерді мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға зор денсаулық, мол бақыт, амандық, Қазақстан Республикасының өркендету жолында толағай табыстар мен жетістіктер тілеймін. Баршаңызды бүгінгі білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге жаңа жетістіктер мен шығармашылық, мықты денсаулық және жаңа бастамаларда тек қана сәттілік тілеймін.